Қайырлы күн. Қайырлы күн. Балалар, сабақ бастамас бұрын бір-бірімізге тілек айтайық, балалар. Біріншіден, миға қысқа үзіліс бер және өзіңді сергіте біл. Сұрақтардан қорықпа, ойыңды айта біл. Және достарыңмен бірге талқылау қызық. Әр тапсырманы достарыңызбен бірге талқылай біл. Әр сабақ жаңа мүмкіншілік. Жақсы көр, өз-өзіңді жақсы көр. Өзіңнің кішкентай жетістігіңді бағала. Және әр тапсырманы бар күшіңмен орында. Барлықтарына бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін, балалар. Сабақты жоғары дәрежеде өткізейік. Енді сабақты бастамас бұрын мен шырағай платформасы арқылы сіздерді 3 топқа бөлейін. Балалар, шырағай платформасы арқылы біз 3 топқа бөлінеміз. Тақтайда бөлінген 3 топ арқылы біз орнымызға отырайық. Келдік. Бірінші топ Мунира, Жания, Сезім, Аружан, Нұрислам, Ибрахим, Шынарай, Даниял. Бірінші топ отырамыз. Екінші топ Амина, Мейіржан, Алмаз, Арман, Әділет, Аян, Айару, Сакиназ. Екінші топ. Үшінші топ Аякөз, Аерке, Жанерке, Санжар, Нұрдина, Әділет, Мирамбек, Каусар. 3 топқа бөлінеміз. Балалар, өткен тақырып бойынша сұрақтар арқылы жаңа тақырыптың тапсырмасын ашады екенбіз. Яғни үй тапсырмасын қайталау барысында сіздерге сұрақ қоямын. Бірінші ұяшықта бізде жасырын сұрақ. Гиподинамия дегеніміз не? Кім жауап береді? Каусар жауап бере қойшы. Керемет. Енді екінші ұяшықта қандай сұрақ жасырылған екен? Гиподинамияның негізгі себептерінің бірі қандай? Кім жауап береді? Кім? Әділет жауап бере қой. Керемет, отыра қой. Үшінші ұяшықта бізде гиподинамияның қандай ауруларға келуі мүмкін? Кім айтады кәні? Кім? Амин айта ғой. Жүрек, қан тамыр аурулары. Керемет. Төртінші сұрақ. Гиподинамияның алдын алу үшін не істеу қажет екен бізде? Не істеу қажет екен? Сезім айта қойшы. Керемет. Бесінші сұрақ. Қандай әдет гиподинамияны азайтуға көмектеседі? Кім жауап береді? Жауап бере қойшы, Ибрахим. Көп қозғалу. Енді соңғы сұрақ. Бізде гиподинамияның психологиялық әсерінің бірі қандай? Кім жауап береді кәні? Жарайды, 3 топтан Нұрислам жауап бере қой. Яғни депрессияға шалды ғой. Керемет. Енді осы тапсырманың астында бізде қандай сурет жазылып тұр? Кәні көрейік, балалар. Қандай сурет көрдіңіз? Көз. Яғни бүгінгі тақырыбы қандай екен? Жаңа сабақтың тақырыбы. Көру мүшесінің құрылысы және оның гигиенасы. Керемет. Яғни 11-ші зертханалық жұмыс көру жүктілігі мен көру аймағының шегін зерттеу екен. Сабақтың мақсаты 8-1-7-1 көру қабылдаудың ерекшеліктерін зерттеу және көру гигиенасының ережесін сақтау болады. Енді балалар, жаңа тақырыпты түсіну барысында мен сіздерге видео сабақ көрсетемін. Көз алды шам тәрізден ішінде болу керек. Көздің сыртқы қабаты ақ қабықтан және алдыңғы жағы дөңестірілген мөлдір қазан қабықшадан тұрады. Ақ қабықтың астында алдыңғы қабат орналасқан. Бұл қабаттың алдыңғы жағы көзімізге төсбелгі нұрлы қабықша түзеді. Нұрлы қабықша мен қазан қабықшаның арасында іші сұйықтыққа толы алдыңғы камера орналасқан. Нұрлы қабықтың дәл ортасында саңылау қараш жалғасқан. Нұрлы қабықшадан кейін көз мұржаны орналасқан. Нұрлы қабықша мен көз мұржаның арасында іші сұйықтыққа толы көздің артқы камерасы орналасқан. Тамырлы қабаттан кейін торлы қабат орналасқан. Ол қабат жарық сезгіш рецепторлардан тұрады. Көру жүйкесі дегеніміз көз алмасынан миға қарай таратылады. Жүйке талшықтары тор қабықшадан көмектесіп шығатын жерін соғыртақ деп атайды. Бейнебаянды көріп болған екен. Жаңа тақырыпты түсіну барысында біз бірінші топтық жұмысты орындаймыз. Бірінші топ сіздерге берілген тапсырма көз алманы. Көздің сыртқы құрылысы. Екінші топ көздің ішкі құрылысы. Үшінші топ сіздерге көрудің маңызы, көз қарашығын қалыпты жағдайы мен оның ұлғаюы. Дескриптор сіздердің алдарыңызда берілген. Бірінші топ
көздің сыртқы құрылысын табасыздар. Көздің сыртқы құрылысының қызметін сипаттайсыз, әр бөлігін атқаратын қызметін түсіндіресіздер. Түсінікті ма? Жалпы 3 балл беріледі. Екінші топ, көздің ішкі құрылысын таба білесіздер. Көздің ішкі құрылысының қызметін сипаттайсыздар, әр бөлігін қызметін атқаратын қызметін табасыздар. Сіздерге де жалпы 3 балл беріледі. Үшінші топ, көрудің маңызын түсіндіресіздер. Көз қарашығының қалыпты жағдайын анықтайсыздар. Көз қарашығының ұлғаю себебін түсіндіресіздер. Сіздерге де жалпы 3 балл беріледі. Топтық жұмыс ұйымдастырып, топпен жұмыс жасаймыз. Жарай ма? Берілетін уақыт 5 минут. Бастаймыз. Топтық жұмысты аяқтаймыз. Қай топ болды топтық жұмыста? Керемет, орнымызға жайғасамыз. Топтық жұмысты қорғаймыз, орнымызға. Топ мүшелері әр топтан 2 оқушы қорғасын топтық жұмысты. 3D платформасы арқылы көздің сыртқы құрылысын және көздің ішкі құрылысы арқылы осы платформа арқылы қорғаймыз. Келістік па? Әр топтан 2 оқушы шықсын. Дескриптор арқылы жұмыс жасаймыз. Жарай ма? Бастаймыз. Бірінші топ келе қойыңдар. 2 оқушы жетеді. Келіңдер. Шығамыз, қорғаймыз. Бізде берілген тапсырма, солай бастаймыз. Сіздерде тапсырма қандай? Бүгін бізге бірінші топқа берілген тапсырма көздің сыртқы құрылысы. Көздің сыртқы құрылысында қас, қабақ, астыңғы кірпік, үстіңгі кірпік, көз жас безі, қарашық, ақ қабық. Бізде қастың қызметін айтатын болсақ, қастың қызметі маңдайдағы түскен терді көзге түсірмей көзді қорғайды. Ал қарашыққа келетін болсақ, біздің көзімізге түсіп тұрған жарық мөлшерін реттейді. Көз жас бездері. Көз жас бездері бұлар көзімізге түскен микробтарды қанға өткізбей көз жаспен шығарып тұрады. Ал бізде қан тамырлары. Қан тамырлары бұлар оттегімен қоректік заттарды қамтамасыз етеді. Қабақтың қызметі көзді ашып жұмған кезде көзді ылғалдандырады және де көзге түскен микробтарды жас арқылы шығарып тастайды. Астыңғы кірпік пен үстіңгі кірпік олар шаң тозаңды микробтарды кіруден сақтайды. Бізге екінші топқа берілген тапсырма көздің ішкі құрылысы. Көздің ішкі құрылысына нұрлы қабық, сан қабық, қарашық, көзбұршақ, соқырдақ, сарыдақ, шыны тәрізді дене, көру жүйкесі, тамырлы қабық, торлы қабық жатады. Көздің ішкі құрылысының басты қызметі жарықты қабылдап, оны жүйке импульсіне айналдырып миға жібереді. Сол арқылы адам заттарды көре алады. Әр бөлігінің қызметін айтатын болсақ, сан қабық жарықты қабылдайды. Ақ қабық көзді қорғап тұрады. Тамырлы қабық көзді қанмен қамтамасыз етеді. Нұрлы қабық көзге түспеп тұрады және де ең соңғысы қарашық жарық түсетін тесік. Соның арқасында жарық түсудің арқасында ол кішірейіп үлкейіп тұрады. Көзбұршақ бізде жарықты сындырып, кескінде торлы қабыққа түсіреді, ал торлы қабық бізде жарықты қабылдайды. Соқырдақ бізде көру жүйесі шығатын жер болса, ал бізде шыны тәрізді дене ол көздің пішінін сақтайды, ал көру жүйесі бізде миға ақпаратты жеткізеді. Біз қазіргі тәжірибеде қарашықтың ұлғаю және кішіреуін көретін боламыз. Қазіргі қалыпта бізде қарашықтың бұл нормалық түрі, яғни өзінің нормасында тұр. Ал қазір біз жарықты түсіру арқылы оның қалай кішірейтінін біле аламыз. Қарашық бірден кішірейіп кетті, жарықтың жылдамдығына қарайды, қарашық өте қатты кішірейіп кетеді. Балалар, жұмысты аяқтаймыз. Екінші тапсырма жұптық жұмыста бірінші топтан 2 оқушы, екінші топтан 2 оқушы, үшінші топтан 2 оқушы шығып қорғасаңыздар болады. Келістік па? Кеттік. Бірінші топтың жұптықтары көрудің бұзылуы. Кім шығады кәні? Бірінші топ кім шығады? Жарайды, Санжар и Аяна келе қойыңдар. Дескриптор бойынша жауап береміз. Балалар, мұқият тыңдаймыз, өзара бағалау болады. Баста. Бірінші топқа берілген жұптық жұмыс көрудің бұзылуы. Ол екіге бөлінеді. Бірінші миопия. Миопия алыстан нашар, ал жақыннан жақсы көруі. Оның себебі кескін торлы қабықтың алдында түзіледі. Оның белгілері алысты бұлыңғыр етіп көруі. Оны түзету жолдары ойыс линза, көзілдірік немесе жаттығулар. Екіншісі геометропия. Ол жақыннан нашар, ал алыстан жақсы көреді. Оның пайда болу себебі көз алмасы қысқа немесе линза әлсіз.
оның алдын алу шаралары көзілдірік кию немесе көзге арналған жаттығулар жасау. Бірінші топтың жұптары көрудің бұзылуы. Дескриптор бойынша жауап бере алды ма? Балалар кән бағалайықшы. Көрудің бұзылу түрлерін атады ма? Көру бұзылысының себептерін түсіндіре алды ма? Белгілерін, симптомдарын сипаттады ма бізге? Сипаттады, түзету жолдарын ұсынды ма? Ұсынды. Демек, бірінші топтың жұптарына біз қанша бал береді екенбіз? 4 бал. Керемет, отыра қойыңыздар. Енді екінші топ. Көз ауруларының себептері мен алдын алу жолдарын. Қан екінші топтан қай жұптар шығады? Жарайды, келе қойыңдар. Нұрзина және Аяру бізге түсіндіреді. Дескрипторға мән беріп, дескриптор бойынша түсіндіреміз. Жарайды. Екінші топтың жұптық жұмысы көздің аурулары. Көздің ауруларында бізде миопия, конъюнктивит, астигматизм, гиперметропия және дальтонизм. Миопия бұл жақыннан көргіштік, яғни жақыннан көріп, бірақ алыстан көре алмау. Ал соған қарама-қарсы гиперметропия, ол керісінше алыстан көреді, бірақ жақыннан көре алмайды. Ал астигматизм, ол бізде инфекциялық ауруға жатады, яғни бактериялар, вирустардың арқасында пайда болатын ауру. Ал конъюнктивит бізде жұқпалы ауру, яғни инфекциялар арқылы жүретін, мысалдан көз жасаурауы мүмкін, іріңдеуі мүмкін, сондай белгілері болады. Келесі бізде дальтонизм ауру, ол тұқым қуалау арқылы жүретін ауру, яғни бала туылғаннан бастап пайда болатын ауру. Ал конъюнктивит пен дальтонизмнің айырмашылығы, конъюнктивит ол жүре келе пайда болатын ауру, ал дальтонизм емделмейтін, тұқым қуалау арқылы жүретін ауру. Ал оның алдын алу жолдары жарықты азайту керек. Кітап пен көздің арасы 30-35 сантиметрден болу керек. Көз гигиенасын сақтау керек және көз жаттығуын жасау керек. Керемет, екінші топ көз ауруларының себептері және оның алу жолдарын түсіндірді. Енді дескриптор бойынша бағалайықшы қыздарды. Кончетке тұрайық. Көз ауруларының түрлерін атай алды ма балалар? Пайда болу себептерін түсіндірді ма? Алдын алу жолдарын нақты көрсетті ма? Мысал келтіре білді ма? 4 бал береміз ба? Екінші топқа керемет, отырамыз. Енді үшінші топ. Үшінші топтың жұптарына көру гигиенасын бергенбіз. Қан дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Келіңдер, үшінші топ кім шығады? Қан Айда келе ғой, шыға ғой Айда. Кел, қорғас бер. Яғни көру гигиенасы. Үшінші топқа берілген тапсырма көз гигиенасы. Көз гигиенасын сақтау үшін лас қолмен көз ұстамау керек. Және де кітап оқыған кезде кітап бөлме жарық болу керек. Қатты ашық емес, не күңгірт болмау керек. Орташа жарық болу керек. Және де көп кітап оқыған кезде араға үзіліс жасап тұру керек. Компьютер мен телефон көрген кезде арасына үзіліс жасап көзге арнайы жаттығулар жасау керек. Сосын жылына ары кетсе 1 рет көзді дәрігерге емдетіп тұру керек. Және де А, С витаминдері бар тағамдарды көп жеу керек. Үшінші топтың жұптарына кеттік. Көру гигиенасының ережелерін айталды ма балалар? Дұрыс тамақтану, яғни қандай витамин жеу керек екенімізге түсіндірді ма? Түсіндірді. Компьютер және телефон қолдану қауіпсіздік шараларын түсіндірді ма? Көзді қорғау жолдарын түсінді ма? Түсінді. Керемет. Үшінші топтың жұптарына да 3-4 бал беріледі. Топ басшылары бағалаймыз, балалар? Кеттік. Бізде енді үшінші тапсырма жеке жұмыс болып саналады. Сабақты бекіту. 11-ші зертханалық жұмыс көру жүктілігі мен көру аймағын шегін зерттеу. Яғни біз бәріміз бүгінгі күнді жазып, зертханалық дәптерді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. 11-ші зертханалық жұмысты тақырыбын жазамыз және мақсаты көру жүктілігін анықтау және көру аймағын шекарасын зерттеу арқылы көздің көру қабілетін зерттейміз. Қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз. Қауіпсіздік ережелері біздің әрқайсымыздың өзіміздің дәптерде жабыстырылған. Құралдарды дұрыс және ұқыпты пайдалану керекпіз. Көзге артық күш түсірмеу, жарықтың жеткілікті болуын қадағалауымыз керек. Өткір және үшкір заттарды көзге жақындатпауымыз керек. Жұмыс барысында тәртіп сақтауымыз керек. Көзді шаршатпау үшін зерттеу арасында қысқа үзіліс жасап тұруымыз керек. Дескриптор жалпы 3 бал бердім мен. Жеке жұмыс, яғни барлық оқушыларға. Оқушы қауіпсіздік ережелерін сақтай білеміз, 1 бал береміз. Көру жүктілігін анықтайтын әдіс дұрыс қолданамыз, 1 бал береміз. Көру қабілетін бағалап, қорытынды жасаймыз. Енді маған топ басшылары әр топтан бір оқушыны бересіңдер. Біз қалай көру жүктілігін анықтаймыз? Бізде көріп тұрғандай әріптер тұр. Көріңдер ме? Көру жүктілігін анықтайтын, яғни көру қабілетін анықтайтын бізде әріптер және суреттер тұр. 5 метр алшақта қазір біз метрмен өлшеп 5 метр алшақта, яғни партада оқушылардың осы көру жүктіліктерін анықтаймыз. Кестік қоя, әр топтан бір оқушыны шығарамыз. Тоқтат.
Жұмыстың барысы, яғни біз 5 метр алшақтықты өлшеуіміз қажет. 5 метр алшақтықты біз өлшедік. Аха, тоқтатамыз. Балалар, жұмыстың барысында біз 5 метрлік алшақтықты өлшеп алуымыз керек. Маған көмекке арнап келе қойшы. Мына жерде тұр, яғни 5 метрлік алшақтықты өлшеп алайық. Яғни бізде өлшенді. Тура осы тақтада отырған екі оқышта 5 метрлік алшақтықты өлшеп алдық, иә? Және бізге рахмет, отыра ғой. Енді керегі нұсқаулық, таяқ және екі оқышы көзді жабатын парақты дайындайық, иә? Кеттік. Бірінші аружан бастайды. Бірінші қатардағы бірінші әріп Ш, үшінші қатардағы екінші әріп М, бесінші қатардағы үшінші әріп Н. Ол жерде бізде Ш тұр. Және жетінші қатардағы екінші әріп, яғни көрмей тұрмыз. Енді оң көзімізді жабамыз, сол көзімізді ашамыз. Екінші қатардағы екінші әріп Н, үшінші қатардағы бесінші әріп М, енді алтыншы қатардағы бірінші әріп. Яғни демек Аружанда бізде бірінші, екінші қатарды жақсы көреді, үшінші қатардан кейін ары қарай көзіміздің көру жүктілігі жетпейді екен. Енді кеттік, Даниял, біз бастаймыз. Бірінші қатардағы екінші әріп. Оң көзімізбен көріп жатырық, иә? Үшінші қатардағы екінші әріп. Алтыншы қатардағы бесінші әріп. Керемет. Енді сегізінші қатардағы екінші әріп. Керемет. Яғни бізде Даниял, енді келесі көзімізге ауыстырайық. Екінші қатардағы үшінші әріп. Бесінші қатардағы төртінші әріп. Керемет. Енді жетінші қатардағы үшінші әріп. мақсатын және қорытынды жаза білеміз. Қорытынды жазып болғаннан кейін топ басшылары зертханалық жұмыс дәптерді тексеріп, тиесілі 3 дәрежелі бағаны балды қойып шығамыз. Келістік қоя, берілетін уақыт 3 минут. Қане барлықтарымыз дәптерді ашамыз, зертханалық дәптерді қорытынды жұмысты жазамыз. Бүгінгі зертханалық жұмыста не үйрендіңдер, не білдіңдер, көлік жүктіліктерін қалай анықтадыңыз, сол туралы жазып шығамыз. Бастадық. Жазамыз барлықтарымыз. Қорытынды жазамыз. Үшінші тапсырманы біттік, мақсатын қорытындыны жаздық. Енді зертханалық жұмыс дәптерін топ басшылары жинап аласыздар. Бірінші қорытындыны тексеріп, тексеріп алдағы енді сабақты қорытындылау барысында мен мод болады сіздермен жұмыс жасаймыз. Енді біріншісінде
Енді соңғысы қарашық қалды. Жауабымызды тексерейік. Керемет. Яғни барлық сұраққа дұрыс жауап берді. Жарайсың, рахмет. Енді тағы да бір тапсырманы орындайық. Енді көздің ішкі құрылысын қойып шығатын болады сәтті. Кім шығады тағы? Жаңа ғой, Мира және Аякөз. Тез шапшаңызды талап ететін ойын, яғни уақыт кетеді. Бізде айтып қосамыз, иә? Бірінші Қасан, Қарашық. Көру жүйесі жарайды. Нұрлы қабық. Келесі соқырдақ. Енді шыны тәрізді дене. Қайда қоямыз? Келесі бізде қасан қабақ. Қасан қабақ бізде жарайды. Келесі көзбұршақ. Жарайды. Келесі торлы қабық. Енді көзбұршақ бізде соңғы алма жоқ. Жарайды, енді жауабымызды тексеріп көрейік кәні. Яғни бізде қате бар екен. Шыны тәрізді дене, торлы қабықтың қайта орналасқан. Біз қателестік. Отыра қойында жарайсыздар. Енді балалар, сабақтың соңында шырағай платформасы арқылы келіп топ басшылары оқушыларымызды бағаласаңыздар болады. Әрқайсыңыз топтарыңызда қай бал, қанша бала, қай балды алды келіп бағалау парағы арқылы оқушыларды бағалап кеттіңіздер. Келіңдер топ басшылары. Келіңдер. Бірінші топ. Кел. Аха. Келе беріңіздер. Кел. Шынарай бізде 8 балмен бағаланыпты. Әділет 7 бал алыпты. Аружан 8 бал. Және Кәусар бізде 8 бал. Амина өзіне 8 бал қойды. Аяна сіздерде не соң? Аяна да 8 бал бұрын. Санжар бізде 7 бал. Ол өштердегі сөзін алып істейсін ба, Нұрдина? Осылардың бағалау қарында 8 ба? Хорошо. Осы жерде музыка қосып жібересің ғой, жарай ма? Ол қабылдай беріңіз. Осы жерде музыка қосып жібересің, мен даусымды өшіріп тастайсың. Осылардың бағалау атқанын соңына дейін тұрсын. Келісіп па, Нұрдина? Данила, ұштың автобусына үлгеріңдер. Өз уақыттарын өздерің ұстамаңдар. Әбге өшіре берейін ба видео? Жоқ, өшірме, до конца тұрсын, 35 минутқа толмай қалады. Осы жерде мен біздің вообще звугымызды көрсетпейсің, не қыласың, музыка қосып жүресің, жарай ма? Тоқтат. Балалар керемет кәні, әрқайсымыздың өзіміздің алған бағаларымызды топ басшылары қойып шықты. Осы арқылы мен сіздерді күнделік кезет арқылы бағалаймын. Енді үйге тапсырма беріледі сіздерге.
38-ші параграфты оқу, 159-ші беттегі талдау тапсырмаларын орындау. Яғни, тақырыптың соңында дебаттық сұрақтары тұр. Көру жүйесін қалыпқа келтіру мүмкін бе, әлде мүмкін емес пе? Сол туралы бізде келесі сабақ дебаттық тапсырма, дебаттық жарыс болады. Керісіп па, соны үйде оқып, біліп келеміз. Енді барлықтарымыз кері байланыс жасаймыз. Бүгінгі сабақта түсінгеніңізді сұрағыңыз барын, яғни мүлдем сабаққа түсінбегеніңіз туралы рефлексия жасап өтеміз. Керісіп па? Келіңдер. Қол тоқтатшы, неғып осында барлықтарың. Яғни бүгінгі сабақта рефлексия жасап, түсіндім, сұрағым бар, түсінбедім, келейік. Бір-бірлеп оқушылар рефлексия, кері байланыс жасап беріп кетейік. Дайнал, кел. Арна, келе бер. Мейрамбек. Яғни не жетіп басамыз. Я бүгінгі түсінді, екеуі түсінді. Сұрағым бар болса, сұрағым бар. Я. Болды, өшір, мұзықа қош жүресің ғой. Мереймін? Бәрін оқыш келіп бас. Бәрі түсіндімді басам, ане. Сұрағым бар деген басындашы біреу. Сұрағым бар деген басындашы. Болды, өшірге мұзықа қош жүр. Түсінбедімді басындар. Түсінбедім деген баспаңыз қош. Сұрағым барды басындар. Шындасың ба сен мені? Яғни отырамыз, балалар. Үйге тапсырма берілді. Енді сабақ. Отырамыз, тез уақыт алмас. Осы жерге дейін музыка қойып тұрады. Яғни болды. Кері байланыс жасап болдық. Енді балалар үй тапсырмасы берілді. Сабақ осымен аяқталды. Орнымыздан тұрамыз. Сау болыңыздар.